Сәлем балақай, бүгінгі сабаққа қош келдің. Бүгін біздер С дыбысы мен әрпіне арналған екінші сабақты өтетін боламыз. Кәне оқуымыздағы 26-шы сабақты қарайық. Ең алдымен бізге оқып жаттығу үшін сөздер берілген. Кәне алдыменен оқып шығайық бірге. Бірінші қатарда оқимыз. Су, сау, сал, суар, лас. Екінші қатарда оқимыз. Асу, асау, сала, суару, аласа. Қазір біздер бір буыннан, екі буыннан және үш буыннан тұратын сөздерді оқыдық. Енді балақай, әрі қарай тапсырмаларға назар аударайық. Бұл жерде бізге сурет берілген. Алдымен бұл бірінші суретке қарайтын болсақ, үстіге киетін футболканы көрсек болады, иә? Ал кәне бірінші футболканың түрі қандай? Бірінші футболканы қарайтын болсақ, бұл футболканың лас болып тұр, иә? Ал екіншісіне қарасақ, ол таза. Астында жазу отыр лас, екіншісінде таза. Таза деген сөзді буынға бөлсек екі буыннан тұрады. Екі дауысты және екі дауыссыз дыбыстан тұрады. Ал лас деген сөзіміз бір ғана буыннан тұрады. Л дауыссыз, А дауысты, С дауыссыз. Енді жандағы ағаштарға қарайық. Біріншісіне қарайтын болсақ, бұл ұзындықтар бойынша салыстырайықшы. Кәне біріншісі қандай? Аласа. Ал екіншісі биік. Я, бұл аласа, бұл биік. Ал мына футболка лас, екіншісі таза. Бұл жерде балалар бір-бірімен қарама-қарсы мағынадағы сөздерді көреміз. Лас, таза, аласа, биік. Бұл сөздер бір-бірімен қарама-қарсы мағыналас сөздер екен. Әрі қарай, бұл жерде сызба берілген. Сызбаның жанында сөздер берілген. Енді осы сөздер арқылы біздер сөйлем құрастыру керекпіз. Бұл жердегі бұл бас әріпті білдіреді. Бірінші сөз қашанда бас әріппен жазылады. Бір сөз, екі сөзден тұру керек. Кәне біздер қалай құрастырамыз? Нан, ас. Я? Нан, ас. Немесе анау, асу деп құрастырсақ та болады, иә? Келесі сөз алан, суар. Үшінші сара, су ал. Я, осылай сөйлемдер құрастыруға болады. Сызба арқылы сөйлемдер құрастырамыз. Одан кейін астында тапсырма берілген. Бұл жерде алан, сурет бойынша, суретті сөйлем деп аталынады. Кәне, алан, ат, суар. Анау, ат, асау. Осындай қысқа үш сөйлемнен тұратын мәтін құрастырсақ болады. Келесі асу. Асу деген сөзден тек қана осы жердегі әріптерді қатыстыру арқылы қандай сөздер құрастырсақ болады? Бірінші ас, су немесе ау деген сөздерді құрастырсақ болады, мына жерде. Келесі анау, асу, нан, ас. Бұл сөздерді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Осымен әліппе сабағынан С әрпіне арналған екінші тапсырмасы аяқталды. Тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.